Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода пышақтың көмегінсіз өте оңай әрі өте жылдам балық тазалау тәсілін үйрететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Балықты шұңғыл ыдысқа салып, екі бетіне қайнап тұрған суды құямыз. Қайнаған суды құйған кезде балықтың терісі жиырылып, қабығы босайды. Осылайша балықтың қабығы 1-1,5 минутта сылынып түсіп қалады. Егер сізде уақыт тапшы болып тұрса, міндетті түрде осы лайфхакты пайдаланып көріңіз. Құрметті менің оқырмандарым, менің каналымның алдыға қарай дамуына өз үлесіңізді қосуыңызды сұраймын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп кетсеңіз болғаны. Сондай-ақ менің видеоларым сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, онда лайк баса кетсеңіздер қуанып қаламын. Міне біз балығымызды қабығынан тазалап, екі қайтара жуып алдық. Ал енді ішін тазалауға кірісеміз. Балықтың шегін жарып алмай, төменнен жоғары қарай ұқыптап кесіп шығамыз. Кейбір оқырмандар жиіркеніп қалмас үшін мен шек қарнын әдейі жауып қойдым. Міне шек қарнын шығарып, ішін тазалап алдық. Ал енді мойын жағында осындай желбезек болады, соны алып тастаймыз. Ол желбезек жеуге жарамсыз болғандықтан бірден алып тастаған жөн. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай пышақтың көмегімен жоғары қарай тіліп жібересіздер де суырып аласыздар. Балықты тазалап алдық, ал енді 2-3 қайтара жуып шығамыз. Балықты жуып жатқанда, мұқият қарап, қалып кеткен қабықтарын алып тастаңыздар. Мен осы мойын жағында майда қабықтарын пышақтың көмегімен алып тастадым. Осымен балығымызды тазалап болдық. Егер менің видеом сізге пайдалы болса, егер бұл лайфхак жайында сіз білмеген болсаңыз, онда міндетті түрде менің видеома лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Достар, сондай-ақ каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет.